Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика сабағының 14-ші сабағын бастаймыз. Ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бірінші есеп, суретте қай заттар 7-ден бейнеленген. Балалар, бізде мына жерде гүлдер, шкафтың үстінде гүлдер тұр, иә? Солар санын санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Иә, 7 гүл бар екен. Және компьютердің фонында балалар кемпір-қосақ тұр. Кемпір-қосақ 7 түстен құралады екен балалар. Енді келесі бізде орындықтар бар балалар. Орындықтардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. 7 орындық бар екен. Мұғалімнің үстелінің үстінде балалар кітаптардың саны 7 екен. Енді балалар келесі әртүрлі заттарды санап, оларды салыстыр дейді. Енді осы айтқан заттарымызбен салыстыра кетейік балалар. Бізде орындықтардың саны 7, ал парталардың саны, оқушылардың партасының саны ғана санайық, ал 6 екен балалар. Келесі гүлдердің саны 7, кітаптардың саны 7, демек 7 тең 7 болады. Енді партаның үстіндегі кітаптармен салыстырайық. Ол жерде 5 кітап жатыр, мұғалімнің үстелінің үстінде 7 кітап жатыр. Демек 7 5-тен үлкен болады, иә балалар? Осылай кез келген суреттегі не көріп тұрсыңдар, солардың барлығын салыстыра берсеңдер болады. Келесі, кітапхана аптаның 7-ші күні жұмыс істемейді. Ол күн қалай аталады дейді балалар. Аптаның 7 күнін атын білесіңдер ме? Білмесеңдер, бірге қайталайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Соңғы күн жексенбі. Аптаның 7-ші күні балалар жексенбі күні деп аталады. Сабағымыз түсінікті болса, ары қарай жылжимыз. Екінші есеп, 7 санын қалай алғаныңды айт дейді балалар. Бұл жерде қаншама кітаптар тұр, иә? Кітаптардың санын бірге санайық, қане. Көк кітаптарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 деп жазамыз. Ал қызыл кітаптан біреу ғана. Енді қандай есеп шықты? Дұрыс. 6 қосу 1 деген есеп шықты. 6-ға 1-ді қосамыз, 7 шығады. Сол секілді қанша кітап көріп тұрмыз, санын барлығын толықтай жазып шығамыз. 5 қосу 2 тең 7. 4 қосу 3 тең 7. 3 қосу 4 тең 7. 2 қосу 5 тең 7. Соңғысында бір ғана көк кітап қалды, 1 қосу 6 тең 7 болады балалар. Сабағымыз түсінікті болса, үшінші есепке көшейік. Үшінші есепте балалар көрсетілген сандар шығу үшін әр сөреге неше кітаптан қою керек дейді. Енді 6 санына мән берейік. 6 кітап болу үшін балалар бізде 4 қана кітап қойылған, неше кітап жетіспей тұр. Балалар оңай жолын түсіндіріп кетсем, осы 6 деген саннан 4 кітапты алып тастасаңдар болады. Сонда жауабы шығады 2, демек 4 қосу 2 тең 6. Келесі балалар. Келесі суретте 4 саны тұр балалар. 3 кітап тұр, демек 3 кітапқа 1 кітапты қосқан кезде 4 болады. 5 санын көріп тұрмыз. Бізде 2 ғана кітап тұр. 2 кітапқа 3 кітапты қосық 5 болады. Келесі сөреде балалар 3 саны тұр. Бізде 1 ғана кітап тұр. Демек 1 қосу 2 тең 3 болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.